Өмір біздің мінсіз болуымызды әсте қаламайды. Өзін мінсіз деп санайтындардың орны музейде. Адамның мінезін ол сенің бастығың болған кезде шын қырынан танисың. Бір адам басқа адамға бір тамшы жылудан басқа не бере алады, және бұдан артық не болуы мүмкін? Ұмыту не деген сөз? Қорқыныш та, жұбату да, өтірік те осы сөзде жатыр. Еш нәрсені ұмытпай өмір сүре алатын адам бар ма екен? Бірақ кім ұмытқысы келмейтінін ұмыта алады? Жүректі жаралаған керексіз естеліктер, өмір сүруге тұрарлық ұғымдар үшін ғана барлығынан арылған жан бостандықта. Адамдардан немесе әртүрлі жағдаяттардан қашып құтылудың мүмкін, бірақ өз ойларың мен сезімдеріңнен ешқашан қашып құтыла алмайсың. Ең ғажап қала ол адамның бақытты болған жері. Ақмақ болып туылу ұят емес, ақмақ болып өлу ұят. Біз өз күшімізді әлдебір артық нәрселерге асыра жұмсай берсек, қажет нәрселерге жетпей қалуы мүмкін. Кешірім сұрау сенің кінәлі екеніңді білдірмейді. Әдетте кешірімді қарым-қатынасты үзгісі келмейтіндер сұрайды. Дүниедегі ең жаман ауру ойлай беруді әдеті. Бұл бейдауа дерт.